Арнамызға жаңа қосылған көрерменге күн жақсылыққа толы болсын дейміз. Тікелей эфирде Қайырлы таң Қазақстан бағдарламасы. Біз одан әрі құрметті көрермен керемет бір сұхбатпен жалғастырайын деп тұрмыз. TikTok-тан, әлеуметтік желіден, өзіміздің WhatsApp-тағы түрлі чаттардан, туысқандардың чатына да анасы мен қызының сыңғырлаған дауысын, түрлі әндерді естіп жүрміз ғой. Олар кімдер дейсіздер? Біреуміз танимыз, біреуміз білмей жатырмыз. Бүгін бізде қонақта анасы мен қызы дуэті, яғни таныс болыңыздар. Жаңыл Бұхарова, мәдениет саласының үздігі, кәсіби домбырашы және қарындасымыз Айнұржан Қарақожаева. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Керемет енді біріншіден әдемі екенсіздер. Қызыңызды өзіңізге тартқан екен, өзіңізде әдемі екенсіз. Өте қуаныштымыз көргенімізге. Енді негізі өзіміз хабарымыз бар, естідік. Біздің арнамыздағы бағдарламаға да келдіңіздер, көрдік сол жерден де. TikTok-та бірнеше мың қаралым жинап, тіпті миллиондаған қаралым жинап, танымал болып кеттіңіздер, иә? Неден басталды, қалай түсірдіңіздер? Ойда жоқта. Бұл әлеуметтік желіге салайық деген ойымызда да болған жоқ. Айнұржан екеміз, Айнұржан гитарада ойнап бастады. Өздеріңіз білесіздер, домбыра мен гитараның үйлесімі өте тамаша. Сол себепті екеміз бір-екі әндер шығарып қояйық, хоть туыстардың ортасында, үйде болса да қай жерде айтайық, болмаса бірер жылда сен тұрмысқа шығарсың, екемізден естелік болып қалсын деп бір-екі әнді шығарып, оны бір-екі видеоға түсіріп қойдық. Айнұржан біреусін алып Инстаграмға салған екен. Bir түннің ішінде 20-30 мың қаралым жинап алып, біз екеміз таң қалып, ертесінде қарасақ, халықтардың пікірі ішіндегі өте тамаша, бәрі риза болып жатыр. Жалғастыра беріңіздер. Сіздердің әндеріңіз тағы да күтеміз деп солай. Содан басталып кетті жалпы. Осылайша шығармашылық бастап, апамыз үйде бауырлар продюсер болды деңізші. Жалпы ең көп TikTok-тағы жиналған ән қандай болды қаралым жинаған? Асқар Жүнісбековтың «Сен үшін» деген әдемі әнін орындаған болатынбыз. Шыны керек, ондай бір көп қаралым жинап кетеді деген ойда болған жоқпыз. Бір 2-3 күннің іші шығар, 2-3 күннің ішінде 500 мың, 600 мың, 700 мың қаралым жиналып кеткен кезде өзім таң қалып қалдым. Бірақ қарап жатсақ, халықтың ықыласы, тілегі өте жақсы, өте керемет. Біз шыным керек өте қатты қуаныштымыз. Егер халыққа ұнап жатса, көрерменге, тыңдарманға ұнап жатса, біз әндерді осылай салып тұруға қарсымыз. Енді Жаңыл ханым, айтыңызшы, өзіңіз Сазген сазы ансамблінің мүшесісіз, өзіңіз үйреттіңіз бе сонда гитараны? Мен өзім кәсіби консерватория Құрманғазы атындағы ұлттық консерваторияны бітіргенмін. 97 жылдан бері қарай Сазген саз ансамбліне жұмыс жасап келемін. Енді гитараның аккордтарын, енді музыкант болғаннан кейін мен өзіме ағам үйреткен. Сөйтіп мен ақын Айнұржанға көрсеттім. Айнұржан тағы басқа гитаристерден көрген, үйренгені бар. Сонымен сөйтіп екеміз қосып, солай болып кетті. Енді айтып жатырмыз, хит болған әндер деп тыңдайық ендеше өздеріңізден бір. Қонақ кәде болсын. Қандай ән болатын болды? Сол өте көп қаралым жинаған әннің біреуін орындайық. Жақсы. Асылым менің аяулайым, ләззат аламын қарған сайын. Жүрегім менің сен үшін соғып, сен үшін ғана тоқтауға дайын. Жүрегім менің сен үшін соғып, сен үшін ғана тоқтауға дайын. Бүкіл әлем құлпырады сен үшін, ән салады бұлбұлдар сен үшін. Жүрегіме жыр тұнады сен үшін, сен үшін жар сен үшін. Сен үшін қиялдарға самғадым мен сен үшін, өмірімді арнадым мен сен үшін. Сен үшін жаным сен үшін, сен үшін жаным сен үшін. Қандай керемет дуэт, енді шынымен де әнде ескі ән болғанымен ана мен қыздың өзі бір әдемі болды ғой айтып. Соның өзі бір көрерменнің көңілінен шығып отыр ғой. Негізі гитарадан басқа аспаптарды ойнайсыз ба? Гитараны қазір енді састырнай аспабын қолыма алып ойнап үйреніп жүрмін, шыны керек. Домбырашы? Домбыраны да қолға алып жатырмын. Еш артық етпейді ғой. Бәрін үйреніп, бәрін көріп жатырмыз. Өзі сондай қызым, мен өте мақтанамын, қолынан бәрі келеді. Ас үй десеңіз ас үй, аспап десеңіз аспап. Қандай бір жарнама болды ма? Енді қыз айтып жатыр.
қызын айтып жатырмыз ғой, мынаны қолынан бәрі келеді деп. Мен сізді бір тексеріп, қызыңыз жайлы сұрақтар қойсақ бола ма? Әрине. Дұрыс дұрыс емес екен, Айнұржан қандай сөз айтып отырсыз, балауса? Иә, бірақ Айнұр мамаңа келісемін деп алдын ала айтып қоюға болмайды. Айнұржанның ең жақсы көретін түсі? Ең жақсы көретін түсі ол ақ пен қара. Көріп тұрған шығарсыздар өздеріңізде. Байқалып тұрған шығар. Иә. Келесі сұрақ, Айнұржан қай уақытта оянады, шыныңызды айтыңыз? Айнұржан өте жауапты. Сағат 6-да тұру керек болса, ровно 6-да тұрады. Ал 6-да тұру керек емес болса, кішкене ұйықтай тұрады. Айнұржан айтшы, анаңыз қай уақытта оянады? Анам енді көбінесе өнер адам болғаннан гастроль деген бар, күнделікті таңғы бағдарламалар деген бар. Дәл осылай таңғы уақытта күндегі жұмыс, күндегі тіршілік. Иә, енді сіз өзіңіз айтсаңыз, Жаныл ханым, сүйіп жейтін тағамы қандай Айнұрдың? Айнұржан өте талғампаз. Әр ұлттың әр түрлі тамақтар өте ұнайды. Корейский тамақтар ұнайды, кәрістердің. Ең сүйіктісі? Ең сүйіктісі өзіміздің қазағымыздың. Беш бармақ. Мен жасаған айтсаңшы. Менімше, мен жасаған әр түрлі тағам. Әрине, ананың тағамы қашанда дәмді болады. Деп ойлаймын. Кеттік, қандай киімдерді кимейді? Айнұржан ашық-шашық киімдер, қысқа киімдер кимейді, ашық-шашық киімдер кимейді. Қызыл түсті онша ұнатпайды. Күлгін, қызыл, сондай яркий дейміз ғой, орысша айтқанда. Біз өз үлкен кісінің қолында тәрбиеленіп өскеннен кейін, шыны керек қызды қырық үйден тыю деген бар. Үйдегі ата адамның тәрбиесі бар. Ал не нәрседен қорқады? Фобиясы бар ма? Фобиясы бар. Фобия биіктен қорқады. Айтуға болмайды, иә, биіктен қорқады, сон салюттан қорқады. Жаңа жылда атылатын салюттан қорқады. Біз далаға шығып кетеміз салют көруге. Ол үйде қалады. Кішкентайынан солай. Не фобия, ол қызық. Өзінде таңғалма. Үйреткім келеді, бірақ. Ал сүйікті әншісі кім? Сүйікті әншісі... Өзім деңші. Жоқ, мен әнші емеспін, мен күйшімін ғой жалпы. Сүйікті әншісі... Группалар, топтар ғой, Музарт тобын жақсы сүйіп тыңдайды, жігіттер тобы бар. Енді жеке орындаушылардың ішінде Ақбота Керімбекованы жақсы тыңдайды. Рас айтады, шыны керек, енді халықтың аузында жүрген ескі әндер жақсы ғой. Саят Медеуов, бағанда Осымжан Таңатаров, Музарт топ, жігіттер квартет дейді, барлықтарының әндерін орындаған өзіме қатты ұнайды, рас. Талғамыз да ұқсайды. Әндерімізді айтып жатқанымыз ескі әндер. Иә. Бәлкім, тесттен өткен сияқты, иә. Және де бір ақпарат естіп жатырмыз. Бізде Айнұржанның бір елге ерекше тағы бір фобиясы бар екен. Қандай деп ойлайсыз? Елге фобия. Көшелерде, жүргенде, жиі көп адасады екен, айтқан жібер. Иә, кішкене ориентир жоқ. Ориентир жоқ. Екеміз келе жатамыз, оңға десем солға кетіп қалу мүмкін. Оңға барам деп солға кетіп қалу мүмкін. Ориентир жоқ енді, аздап сол жағынан қиналатынымыз бар. Мен айтам, шетелге барсақ, точно адасасың деймін. Сенімді адам керек дейсіз. Иә, бір сенімді адам или тіл білу керек. Адасқанның өз пайдасы бар. Соның, иә, әр жағының өзінің плюсын іздеу керек дейді ғой. Жақсы, енді мына дуэт болып жатыр ғой, осының ішінен негізі өздеріңізге жеке ән жазу жоспарда бар ма? Бұл енді видеоға түсірілді, TikTok-тан, Instagram түрлі қаралымдар жинады, халыққа ұнап жатыр, ескі әнді айтып жүрсе, бірақ өздеріңізден бір ән шыға ма, кавер емес? Саған ұсынған әндер бар еді. Маған енді анам өзі ұсынып жатыр, 2-3 әнді, ескі әндерді қазір ұмытылып айтылмай кеткен әндерді қайттан жарыққа шығарсақ, қазір енді домбыра бар, састырнайды үйреніп жатсың. Дәстүрлі түрде, дәстүрлі әнкейді алып келсек, дәстүрлі сол ескі әндермен орындасақ, халықтың ықыласына тағы да бөленіп жатармыз деген ой бар. Шыны керек, неге орындамасқа деп өзімізде бір түртіп қойып жатқан әндеріміз. Керемет, тек биіктен көрейік дейміз. Енді біздің Қайырлы Қазақстан бағдарламасына арнап дайындап алып келген әндеріңіз бар екен, соны тыңдайық. Ал көңілді болсын. Көңілді бір әндерден попури орындап берейік. Ал кеттік. Жүрегім сырласқан, құпиясын зыр сандығын күнге ашқан, арманыңа жет
жете алмаған көңілім сен ойлаудан басқа сауығы болмастан арманыңа жете алмаған көңілім сен ойлаудан басқа сауығы болмастан қалшы бір сәтке езіліп сағынғаның сезіліп әуеніңе салшы қалқан кетейінші езіліп қалшы бір сәтке езіліп сағынғаның сезіліп әуеніңе салшы қалқан кетейінші езіліп есіңде әсем гүлі көктемді сылдырған таудың ерке бұлағы қызық деді өзіңменен жүрген күн көз алдымдай сол алдыңда тұр әлі жаным дескен күндер қайда қарағым бір еткізген шықпас естен мөлдіреген жанарым жаным дескен күндер қайда қарағым бір еткізген шықпас естен мөлдіреген жанарым бір еткізген шықпас естен мөлдіреген жанарым тамаша байқамай қалыппыз біткен сияқты тыңдап қалдық өте әдемі шықты Сіздерге алғыс білдіреміз, уақыт бөліп келгендеріңізге, жақсы жаңалықтарыңызбен біздің бағдарламамызға келіп қуантып тұрыңыздар дейміз. сіздерге де үлкен рахмет. Барша Евразия бірінші арнасын тыңдап отырған, көріп отырған көрермендер, тыңдармандарға баршаларыңызға күндеріңізге сәттілік тіледім. Осы апта керемет, сүйіншілейтін хабар, сүйіншілейтін жаңалықтарға толы болсын. Сәлем жолдамаймыз ешкімге? Барша туысқандарға, барша достарыма сәлем жолдаймыз. Үйдегі үлкен әжеміз бар, өзімнің бағанада айтып кеттім ғой, үлкен әженің қолында өскен, тәрбиеленіп өскен адаммын деп. Расымен де үйдегі үлкен әжемізге сәлем жолдаймыз. Сәлем. Тағы да алғыс білдіреміз келгендеріңізге. Рахмет. Ал құрметті көрермен, дәл қазір бізде астрологтардың